Испандық миллионер суретші Пабло Пикассо болмысы күрделі, әпенделеу қалжыңбас екен. Мектептен нашар оқып, ылғи қатармен қақтығысып, әкесін мектепке жиі шақыратын тентек болыпты. Бірақ үлкен еңбектің арқасында оны әлем таныды. Кез келген адам суретші бола алмайды. Ол үшін өзіңмен қоса дарының туылуы керек деген қағида қалыптасқан. Шындығында мүлдем олай емес. Адамның қолынан келмейтін іс жоқ. 1% дарын, 99% еңбек дейді. Бірақ көбіне өнер адамдарының өзгеше бір әлемі болады ғой. Онымен мен де келсем. Мысалға, суретшілердің қымбатқа бағаланған ең үздік туындыларын кейде қарапайым халық түсінбей жатады. Оның өзі сырмен, оның өзінде бір сырмен мән мағынасы бар болады. Енді кезекте әріптесіміз Балауса Амантайқызына берейік, осындай сурет әлемін таныстырсын, сырын ашсын. Бейнелеу өнері тарихы тереңде жатқан, өткеннен сыр шертетін өнер. Орыс суретшісі Константин Юон сурет өнерін сөзсіз әуенге теңейді. Ал әйгілі француз және испандық суретші Пабло Пикассоның айтуынша, бұл өнер зағип жандарға арналған. Өйткені суретшілер көргенін емес сезгенін салады дейді. Қазіргі таңда сурет өнерінің ауқымдылығы соншалықты түр сипаттарына қарай бірнеше бөліктерге бөлінеді. Мәселен, абстракционизм, импрессионизм, модерн, минимализм, тағы да басқа. Музейге барып шымшытырық картинадан ештеңе түсіне алмайсыз. Алайда суретші Ренат Елубайдың айтуынша, суретті түсіну бұл суретшінің жан дүниесін түсінумен бірдей. Әр адамға түсініктісі реализм ғой, анық суреттер. Сондықтан көпшілікке ол жаңағыдай қызық болып көрінеді. Ал абстракция көбінесе ол жан дүние болғандықтан, әр адамның жан дүниесін ұғу қиын ғой. Оны ұғатын арнайы бір адамдар болады. Мысалы, кейбір адам барып бояуды бит жағып, міне мен де суретшімін, мен де абстракция жасадым деп шығу да мүмкін. Бірақ әр басқан мазоктарынан көріп, шебер адам ба, түстердің қатынасын дұрыс қолданған ба, бейнелеу өнерінің заңдылықтарын сақтаған ба, соның бәрін көріп, біліп отырамыз. Вы что, купите эту дрянь за 30 тысяч? Это невозможно. Почему? Вполне возможно. У чувака кровь пошла из носа, и он просит 30-ку? Ренат Елубайдың айтуынша, өнерге қарны тоқ, ауқатты, көңілі жай адамдар көбірек қызығады. Сәйкесінше картиналарда жоғары бағаланады. Ал біздің халықтың әзірге бұл өнерді түсінетін мұршасы жоқ дейді. Әлемде аса жоғары бағаланған картиналардың үздігіштігінде Норвег суретшісі Эдвард Мунканың Айғай картинасы кіреді. Бұл туынды 119 миллион 922 мың 500 долларға сатылған. Ал екінші орынды құны 142 миллион долларға бағаланған Лисен Фрейдтің картинасы иеленген. Ең қымбат туынды Пабло Пикассоның Алжир әйелдері картинасы. Оның құны 179 миллион долларға бағаланып, белгісіз бір жанға сатылып кеткен. Абстракция бағытын түсіну үшін көбінесе бізге сол салада көп жүру керек, араласу керек. Мейлі суретші болмай-ақ қойсын. Сол саланы көп қызықтап, көп тамашалап, абстракциялық бағыттағы картиналарға көп қараса, біртіндеп түсіне бастайды. Оны айту қиын, өйткені көрген сайын адам жан дүниесі жақындай бастайды сол картиналарға. Көреді, салыстырады, қандай картина әдемі екен, қасындағы адамдармен сөйлесіп, сөйтіп жүре бастаған кезде өзінен өзі адамның ішкі жан дүниесі сол бейнелеу өнерге, сол жаңа абстракциялық бағытқа қарай өзі төселе бастайды екен. Өнердің қай саласы болмасын түсіне білген адамға жан азығы. Заман ағымына сай түрленген өнерді сіз де түсінуге тырысып көріңіз. Балауса Амантайқызы, Айтуған Бағланов, арнайы қайырлы таң үшін.